Қонақтар, біз қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми-әдістемелік орталығы және Бөлтірік Атқанұлы атындағы нөмір 36 гимназия бірлесіп ұйымдастырған Алматы мектебі бағдарламасын жүзеге асыру аясындағы заманауи білім берудегі оқу шығармашылығын қалыптастыру және дамыту жолдары атты халықаралық ғылыми конференция өткізіп жатырмыз. Кеше бүгін соның аясында екінші күні осы Алматы мектептері жобасын алып отырмыз. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Бірінші сөз кезегін 8-ші сыныпқа арналған бағдарламаның тақырыбы оқу сауаттылығын арттыруда мәтінмен жұмыс. Оқу сауаттылығын арттыруда мәтінмен жұмыс авторлық жұмысын жарату басты мақсатым оқушылардың бойына кітап оқуға деген қызығушылықты ғана ояту емес, ең бастысы мәтінді сауатты оқуға үйрету. Бұған мәтіннің белгілері мен категориялары, оның құрылымы мен түрлері, мәтінді құру ережелері, нақты экстралингвистикалық факторларды ескере отырып, оны түсіну бағыты кіреді. Әдебиет сабағында мәтін көркем тарихи мәдени шындықтың бір түрі ретінде қарастырып, онда сөздік көркем образдар жүйесі арқылы бейнеленеді. Осы сауаттылығын, оқу сауаттылығын дамытуда ықпал ететін мәтінмен жұмыс істеудің көптеген әдіс тәсілдері бар. Тоқтап өтетін болсақ, тоқтап оқу, синклей, сауалнама жұмыс, меғашауыл, иллюстратор, шығармашылық жұмыста, сөз жұмақ, жалғастыру жұмысы, жіңішке және жуан сұраққа деген сияқты тағы да басқа осындай әдіс тәсілдерді қолдану тиімді. Авторлық жұмысында оқу сауаттылығын арттыру мәтінмен жұмыс деп алғаным да осы себептен. Білімді белсендіру, танымдық қызығушылығын, шығармашылық белсенділікті дамыту мақсатында сабақтың басында жұмбақ, сөз жұмбақтарды қолдану тиімді. Оқылым материалдарын бекіту кезінде драматизация, модельдеу, даналық ағашы және тағы басқа әдістерін қолданса болады. Сонымен қатар бұл сұрақтарға неліктен қазіргі уақытта оқушылар кітап оқуға құлықсыз, яғни әдеби шығармаларды аз оқиды. Бұл сұрақтарға әрбір ұстаз ерте ме кеш пе бұл сұрақты өзіне қояды кәміл деп ойлаймын. Оның бірқатар себептері бар. Оқуға деген қызығушылықтың жалпы төмендеуі, кітаптан басқа да ақпарат көздерінің көптігі. Оқырманда саналы оқуды меңгерген және оқулық тәрбиелік тағылымдық мотивациясы дамыған кезде оқуға қызығушылық туындайды. Мұғалімнің міндеті балалардың мәтінді барлық ақпаратты толық терең қабылдауын ұйымдастыру. Автор салған сюжетті елестетуге көмектесу, автор мен кейіпкердің сезімдеріне эмоционалды түрде жауап беру, автордың ойын түсіну, басқаша айтқанда оқу дағдыларын дамыту. Оқу сауаттылығын арттыру мәтінмен жұмыс, авторлық жұмысының мақсаты сауаттылыққа оқыту, әдістемелік техникасы мен стратегияларды талқылау, жеткіншек дамудың нақты психологиялық ерекшеліктерін ескеру, оқыту процесінде жасөспірімнің ой өрісін жетілдіру, белсенді өз бетінше ойлау, пайымдау, салыстыру, қорытынды жасау қабілеттерін дамыту. Оқу сауаттылығын арттыруда мәтінмен жұмыс, авторлық жұмысының міндеті. Оқушылармен мектеп қабырғасында оқып жүрген кезінде практикалық ойлау дүниесін игере бастайды. Бұл кезеңде зерттелетін негізгі материал көркем шығарма болып келеді, бірақ оны тереңнен талдау, белгілі бір сыныптың дамудың бағдарламасына әдебиеттану ғылымының эксперименттерін зерттеумен міндетті түрде байланысты. Білімділік. Авторлық жұмыстың бұл бағыты көрсеткендей, мұғалімнің міндеті оқушыларға мәтінді мәселелерді ашуға көмектесу, оларды көркем мәдениетін шешу жолдарын табу, шығармаларды талдауға, оның құрамдас бөліктерін, алуан түрлігін, оның бірлігін түсіну, үйрету, пайымдауға, өз ойларын дәйекті түрде тұжырымдау және демонстрациялық сөйлеу, ауызша, жазбаша түрде сауатты болуға талпындыру. Міне, енді тәрбиелік мақсаты және қазақ тілі сабақтарында оқу мақсаттылығын ұйымдастыру белсенді тәсілді тілдік мәтіндермен жұмыс жасау негізінде жүзеге асырылады. Қазақ тілі оқулықтарында оқу сауаттылығын үздіксіз және үзіліссіз мәтіндердің кестелер, диаграммалар, жарнамалар және тағы басқа жұмыстар негізінде қалыптасады.
бағдарламаның өзектілігі қазіргі оқушылардың кейде кітапты өздігінен оқу, өздігінен іздену оқудағылар төмендей бастады. Осы талаптарға байланысты қажеттіліктердің негізінен туындап отырғанда арнайы мақсатқа негізделген бағдарлама құрастыру арқылы оқушылардың танымдық, шығармашылық, интеллектуалдық қабілеттерін арттыру өзекті мәселеге айналып отыр. Бұл бағдарламаның негізінде күтілетін нәтижелер: оқу сауаттылығы, оқушының оқу сауаттылығы артады, оқушылар шығармашылық жұмыстар жасауды үйренеді, мәтінді терең түсінуге, оны талдауға үйренеді, кітаптың құрылымы және тілдік ерекшеліктеріне назар аударады, оқулықтардың, әдебиеттерді және басқа да ақпарат түрлерін пайдаланады, жаңа білімді өз бетінше қабылдауға және оны қолдана білуді үйренеді. Жұмыстың практикалық маңыздылығы: оқушының ойын дамыту, кеңес бере отырып бағыттап оқыту, ізденушілік, зерттеушілік жұмыстарды ұйымдастыру, сонымен қатар оқушылардың стандартты логикалық операциялық жылдам және дұрыс орындау іскерлігін дамыту, салмақты ойластырылған шешім қабылдауға және өзгенің ойлау әрекеттерін туралы дұрыс пікір білдіре білуді үйренеді. Жалпы сөз соңында қазіргі мектеп оқушыларының белсенді оқу позициясын қалыптастыруға шығармашылық көзқарас, дәстүрлі емес жұмыс әдістері ғана ықпал етеді деп ойлаймын. Оқу сауаттылығын қалыптастыруға жобалық зерттеу жұмыстары да кіреді. Оның барысында тақырып бойынша қажеттілікті ақпаратты тауып, оны өңдеп, жұмыс нәтижесінде аудиторияға ұсыну. Оқу сауаттылығын дамыту негізінде метапән болып табылатын оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін дамытады. Сондықтан білім беру барысында оқу сауаттылығын арттырып, жоғарыда айтылған белсенді әдіс тәсілдерді тиімді пайдаланудың маңызы зор деп есептеймін.